Бәріңізге сәлем. Өткен сабақта біз сіздермен жасаған әрекеттерді кері қайтаруды үйренген болсақ, осы сабақта фотошопта құралдарды, яғни инструменттерді талдау циклімен танысатын боламыз. Инструменттердің барлығын кезекпен талдайтын боламыз. Инструментті таңдау үшін осы үстілерінен басып, не болмаса ыстық клавишаға басып, яғни мынау керек болса, бүгінгі сабақта бізге осы керек болады. Осының үстінен басып, не болмаса V деген ыстық клавишаға басып, белгілеп аламыз. Осы белгіленген инструменттің көмегімен біз слойлардағы объектілерді орындарынан ауыстыра аламыз. Слойлар дегеніміз не? Оларды біз өткен сабақта қарастырған болатынбыз, иә? Егер де қызық болса, не болмаса ол сабақтарды сіздер өткізіп алған болсаңыздар, онда соны қайтадан ашып қарауларыңызға болады. Мен мұнда орнынан қозғалмайтын блок тұрған негізгі фонды алдын ала ашып дайындап қойдым. Неге блок тұр? Себебі мына жерде бізде закреплять етіліп тұр. Мына жерде замоктың суреті тұрса, ол бізде жылжымайды. Себебі бекітіліп қойылған. Міне осылай мынаны қозғайық десек, ол орнынан жылжымайды бізде. Ал егер де біз оны разблокировать ететін болсақ, яғни блоктан ашатын болсақ, онда обычный слойға келтіретін боламыз. Міне аштық. Және де оны біз шексіз қозғай аламыз, көріп тұрсаңыздар. Отменаға басамыз, Ctrl-Z-ға басып. Бізде мұнда сурет салуға пустой слой бар, дайындап қойылған. Енді соған көріну үшін сурет салып бастаймыз. Кисточкамен. Біз оны орнынан қозғап басқа жерге қояр кезде осылай бізге бағдар көрсетіп тұрады. Қалай дұрыс қойылғаны туралы немесе осылай. Қазір біз сіздермен мына жерде ақ фон және де тік төртбұрыш көріп тұрмыз, қызыл. Осы жердегі фигуралардың барлығын біз мына тік төртбұрыш инструментінің көмегімен жасадық. Осы жерден қарайтын болсақ, тік төртбұрыш және де басқа да фигуралар көрінеді екен. Солардың көмегімен жасалды. Және де осы объектіні біз осы бүкіл бет бойынша қозғап орнынан ауыстыра аламыз. Қай жерге қойғымыз келеді, сол жерге қоя аламыз. Мысалы үшін осылай қояйық. Егер де біз осы жерде тағы бір объектіні таңдап алатын болсақ, онда осыны белгілей отырып, Ctrl-ға бірге басып, Shift-немен бірге клавишаның мышканың сол жағымен бірге басып, өзімізге керекті слойларды
белгілеп аламыз да, сосын соны жылышта бастаймыз. Міне осылай жылыштыруға болады. Себебі мына жерде екеуі белгіленіп тұр. Біздер және де осы жерде екі слойды белгіленіп алғаннан кейін екі объектіде екі слой тұр ғой мына жерде бізде. Енді оларды өзімізге ыңғайлап келтіре алады екенбіз, қоя алады екенбіз. Мысалы үшін мынаған басатын болсақ, ортасына келеді екеуі бірдей. Не болмаса, мынаған бассақ, сол жағына қарай шығады. Мына жағына бассақ, оң жағына қарай шығады. Мына жерде тағы да бар. Жоғарысына шығады. Не болмаса, ортасына келеді, не болмаса, астыға түседі деген сияқты. Осылай да ыңғайлап екі слойды осы жердегі инструменттегі, панельдегі инструменттермен, солардың көмегімен істеуге болады. Осылай жасауға болады. Ал егер де мына жерде бір объектіге ғана белгіленген болса, онда ол олай жасауға келмейді. Бір слойға, например, бір слойға белгіленген болса, мына жерде уже келмейді олай жасауға. Сосын мен сіздерге тағы бір фишкасын айтып кетейін, ол автовыбор дейді. Айтайық, бізде көп объектілер ашық тұрсын делік, осылай. Міне, сосын біз осылардың ішінен тік төртбұрышты ғана қозғағымыз келсе, мысалы үшін міне сарыны қозғағымыз келсе, ол сары бізде алынбайды. Және де қай слойдың қай жерде тұрғанын білмейміз. Сол үшін де мына жерде автовыбор деген бар, осыған белгілейміз. Сосын енді баратын болсақ, мына сарыға. Сарыны сол кезде біз қозғай алады екенбіз. Не болмаса жасылды, не болмаса қараны. Көрдіңіз ба? Автовыборды белгілейтін болсақ, автоматты түрде біз кез келген объектіні осы жерден алып, орындарынан жылышта аламыз. Осы жерде біз мына слойлармен өтіп жатқан жоқпыз. Жай ғана автовыборға өттік те, и автоматты түрде осы өзімізге керекті объектілерді орнынан қозғай бастадық. Өзімізге таңдап алып, қалай жерге ыңғайлы солай қоя аламыз. Егер де автовыборды өшіретін болсақ, онда мыналарға, слойларға жеке-жеке басып қозғау керекпіз. Себебі мына жерде қайсы объекті қай жерде тұрғаны бізге себепсіз көрінбейді және қиындау болады. Сол үшін автовыбор өте ыңғайлы екен. Ал егер де ол керек болмаса, онда қайтадан өшіріп тастауға болады. Сосын мына жерден біз инструменттерімізге набор таңдай аламыз. Бұларды да алдағы сабақтарда қарастыратын боламыз. Осы инструментті бір слойға немесе группаға қолдана аламыз. Егер группа создавать ететін болсақ. Міне біз группа ашып алдық. Енді осы группаны қозғайтын болсақ, біз сонымен қатар 3 слойды да қозғайды екенбіз. Міне көріп тұрсаңыздар, осы 3 объекті бір группаның ішінде үшеуі де қозғалып тұр. Тағы да Ctrl-Z отменаға басамыз.
Сосын мысалы үшін біз қазір мына сары слойда тұрдық дейік, иә. Енді қазір айтатын болсақ, мысалы үшін сары объектісі бар слойда тұрмыз. Енді бізге тура осындай слойдың көшірмесі керек болатын болса, осындай размерде, осындай түсте бізде осының копиясы керек болатын болса, онда не істейміз? Онда Alt клавишасына басып тұрып, мышканың сол жағына басып, екеуін қоса басып, осылай жылжытамыз, жай ғана жылжытамыз. Сонда біз оның бірнеше көшірмесін ала аламыз. Осылай. Осындай бірдей объектілер пайда болады. Сосын мына жерде мынаны ескеру керек. Біздің жаңағы жасаған копияларымыз, әрбір объектіміз әртүрлі слойларда сақталған. Әртүрлі слойларда сақталады. Негізі біз мына 5-ші слойдан алдық жаңағы объектілерді, көшірмелерін. Енді қалғандары 5-те 1, 5-те 2 деп копияланып, әртүрлі слойларға сақталынып тұр. Енді қазір біз жеке кез келген файл создавать етеміз. Создать. Және де оны блоктан алып тастаймыз. Сосын біз оған сурет сала бастаймыз. Сурет салып болдық. Енді перемещение инструментін алып, осы инструментті қолдана отырып, біз оны басқа картинкаға апарып қоя аламыз. Мына басқа картинкаға қоя аламыз, және де оның осылай мына бағдар бойынша оны реттеп келтіре аламыз. Мына басқа картинканың үстінде тұр бізде. Көріп тұрған болсаңыздар. Егер де осы жерде размерін өзгерткіміз келсе, онда мына жерге галочкаға басып, міне осы жерде галочкаға басып, размерін өзімізге қолайлы қылып келтіріп аламыз. Келтіріп алдық. Подтверждениеге басамыз. Мысалы үшін осылай. Мына жердегі подтверждениеге басып, бекітіп қоямыз. Енді біз келесі жағдайымызға келетін болсақ, бізде мұнда пустой слой бар, иә? Енді соған суреттер салайық. Біз енді мына жерде осы инструменттің көмегімен белгіленген аймақта жылжыта аламыз. Оны келесі сабақтарда тағы да талқылайтын боламыз. Ал қазірше бір аймақты белгілеп алайық.
және оны қозғалтқымыз келеді дейік. Мынаған басамыз қайтадан. Бізде автовыборды белгілеп қояйық. Сосын оны осылай жылжыта аламыз. Қай жерге мысалы үшін бізге керек, сол жерге ыңғайлап жылжытып қоя аламыз. Осылай. Егер де біз осы әрекетімізді Alt клавишасына басып тұрып, мышканың сол жағына екеуін бірге басып, осыны қозғалтатын болсақ, онда біз жаңағы сияқты кеспейді екенбіз. Жаңа кесіп алдық қой, көкті кескенде астында ақ қалды, көк кесіп қалды. Енді альтпен қозғалтатын болсақ, онда астындағы осы түсі өзінде сақталып қалады. Ал егер біз оны жай ғана белгілеп алып қозғалтатын болсақ, онда осы объектіден кесіп алған болып есептелеміз. Онда кесіп алынады. Жаңағы альтпен бірге істеген кезде онда кесіп алынған жоқ. Асты өзінің түсін сақтаған болатын, бізде. Сосын осы жердегі инструментте екінші инструмент түрі бар. Инструмент монтажная область. Ол дегеніміз не? Бүгінше бұны қарастырмаймыз, оны сіздерге шатыспас үшін бүгінше осы жеткілікті деп ойлаймын. Қолдау көрсетіп жатқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.